Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен мерекелік дастархандарыңыздың көркін ашатын, өте дәмді болып шығатын, қазіргі кезде хит болып жатқан рулеттердің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. 4 түрлі рулет жасайтын боламыз. Ең бірінші рулетіміз фарш қосылған омлетті рулет жасаймыз. Ең алдымен сырымызды терканың ең ұсақ тісінен өткізіп аламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Майонезімізді саламыз. Және де 3 ас қасық манная крупаны саламыз. Осы орайда рулеттеріміз әдемі түсте болуы үшін осындай бояғышты қосамыз. Мендегі сарғыштау түс, немесе сары түсті де қоссаңыздар, әдемі болып шығады рулеттеріңіз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді табамызға пергамент қағазын төсейміз. Менде Поклан фирмасынкі. Бұл жерде пергамент қағазының сапалы болуы маңызды, болмаса рулеттеріңіз жабысып қалады. Ондай фирма болмаса, сіздер міндетті түрде пергамент қағазының үстіне сұйық майды жағуды ұмытпаңыздар. Бір тегістетіп, әдемілеп жайып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 7-10 минуттай пісіріп аламыз. Оған дейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. Фаршымызға блендердан өтілген, блендер болмаса теркамен немесе мясорубкадан бір пиязды жақсылап ұсақтап өткіземіз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің омлетіміз дайын болды. Барынша суытып алғаннан соң алыңыздар. Пергамент қағазын ыстық күйінде алуға болмайды. Осындай фольганың үстіне қойып, өте абайлап пергамент қағазын алып тастаймыз. Ортасына біздің дайындап қойған тартылған етімізді, яғни фаршымызды салып шығамыз. Жақсылап орап аламыз. Соңында фольгамен жақсылап орап, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки осындай болып шығады. Екінші рулетіміз тауық етінен жасалған рулет. Ең алдымен филені блендерден жақсылап ұсақтап алдым. Немесе блендер болмаса, мясорубкамен өткізіп аласыздар. Яғни осылай фарш қылып дайындаймыз. Бір жұмыртқамызды қосып, бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Фольгамызды төсеп, осылай жайып шығамыз. Фольганың үстіне қолымызға жабысқалы мүмкін. Сол үшін қолдарыңызды арасында сулап тұрсаңыздар болады. Сол кезде жақсы жайылады. Бір тегістетіп жаямыз. Енді оның ортасына норимізді саламыз. Яғни бұл суши дайындайтын нори. Кез келген супермаркет немесе базарларда сатылады. Өте абайлап орап шығамыз. Осындай силиконды қасықтың көмегімен де орасаңыздар болады. Сол кезде шамалы болсын, жеңіл болады. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки осындай болып дайын болады. Үшінші біздің рулетіміз қызылшадан жасалған рулет. Піскен қызылшаны, яғни свекланы терканың өте ұсақ тісінен өткізіп аламыз. Оның үстіне жұмыртқамыздың ағынан сарысын бөліп аламыз. Ақ бөлігін, яғни белогын бөлек ыдысқа саламыз. Құрғақ ыдыс болуы керек. Ал сары бөлігін қызылшаның үстіне саламыз. Бір ас қасық сұйық май құямыз. Бір шай қасық тұзымызды және де бір шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жүгері крахмалы немесе ол болмаса ұнды аз мөлшерден сала отырып, жақсылап араластырып аламыз.
Жұмыртқаның ағын, яғни белогын блендердің немесе миксердің көмегімен бір массаға жеткенше, қоюланғанша шайқап аламыз. Осындай масса болып шығады. Енді қызылшаның үстіне аз мөлшерден сала отырып араластырамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, біздің қызылшамызды салып, пісіріп аламыз. Тағы да қайталап өтейін, пергамент қағазын бұл жерде сапалы болуы маңызды, яғни Поклан фирмасыныкы, болмаса сіздердің рулеттеріңіздің асты жабысып қалады. Тегістеп салып болғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 12-15 минуттай пісіреміз. Салмасын дайындаймыз. 300 грамм творожный сырға, яғни сүзбелі ірімшікке укробымызды майдалап, ұсақтап, турап, жақсап араластырамыз. Мінеке дайын болды. Міндетті түрде суытып алыңыздар. Суып болғаннан соң пищевой пленканың үстіне қойып, пергамент қағазын алып тастаймыз. Енді ішіне біздің начинкамызды салып шығамыз. Арасына селедкамызды саламыз. Енді пищевой пленканың көмегімен орап шығамыз. Рулетімізді орап алдық. Енді холодильникке кемінде 3-4 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде жақсы кесіледі. Немесе түнде жасап қойсаңыздар, таңертең алсаңыздар болады. Төртінші біздің рулет сәбізден жасалған рулет. Бұның жасалу жолы YouTube каналымда бар, бірақ ішіндегі салмасы өзгеше. Ссылкасын описаниеда қалдырамын. Мінеке достар, біздің рулеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.